Жалған ақпараттардың таралу себептері. Әр заманда ауыз екі әңгіме барысында мемлекеттердің қосыны, әскерлері жайлы, не салық түсімі, өкіметтің қаражат бөлуі туралы, бай адамдардың дүние мүлкінің есебі жайлы айтыла қалса, көбіне шектен асырып айтып жатады. Мөлшерден асырып айтушылар тіпті дауласу арқылы өзара бір-бірімен талас тартысқа түсуге дейін бейім болады. Алайда іс басқарушылардан өз қосындары жайлы сұрағанда, байлардың мал-мүлкі мен салтанат қаражаттары есептелгенде, ауыз екі айтылып жүрген ақпараттан әлде қайда төмен екені белгілі болады. Бұның себебі өте қарапайым, сезімге беріліп дақпыртқа еру, ішкентасына еріп, көп көлемде сандар айту тілге жеңіл, айта салуға қолайлы іс. Айтушының қате ақпарат айтып қоюдан қорықпауы, өздері зерттемеген ақпараттың шынайылығын білмей, ақиқат өлшеміне таразыламай, ізденуге иек артпауы басты себептерінің бірі. Нәтижесінде тілдің тізгінін бос жіберіп, жалғанға қарай лағып кетеді. Алланың жалған айтпау керек деген ескертуін әзіл көреді. Алла сені бұндай сүрбет болудан сақтасын оқырманым. Араб түбегіндегі Имен аймағында тубалар деген тайпаларға қатысты жалған ақпараттың мысалы. Кейбір тарихшылардың айтуынша Имен өлкесіндегі тубалар Африка және Мағриптағы барбар тайпаларына шабуыл жасаптымыз. Олардың айтуы бойынша Мұса алейхиссаламның дәуірінен 2-3 кісінің ғұмырындай уақыт бұрын тубалар ұлы патшалық құрып, Африкус ибн Қайс ибн Сайфи атты басшысы Африкаға шабуыл жасап, барбарларды қырғынға ұшыратыпты. Олардың соғыс ұрандарын естіп бұл не шу деп сұраған екен. Сол атау олардың барбар деп аталып кетуіне себеп болыпты. Мағриптан кетерде өздерінің химяр тайпаларын басшы етіп, уақыт өте ол тайпа өкілдері жергілікті ұлттармен араласып кетеді. Кейінгі Санқажа мен Катама сияқты тайпалар солардан тараған ұрпақтар саналыптымыз. Бұл ақпаратты Табари, Журжани, Масюди, Ибн әл-Калби, Байюсилер ақиқат деп қабылдаған. Алайда барбар тайпасының шешірешілері болса бұл пікірді мүлде терістей. Расында бұл шешірешілердің ұстанымы хақ саналады. Масюди Афрукустан кейінгі басшысы Зул Изияр Сүлеймен алейхиссалам заманында да Мароккоға шабуыл жасап өзіне бағынышты еткенін айтады. Оның мұрагер ұлы Есирде тура солай жорыққа шыққанын атап өтеді. Ол құм дариясына дейін жетіп келіп, үлкен құмдар аңғарын кесіп өтуге әрекет жасаған екен дейді. Сондай-ақ ең соңғы туба басшысы болған Асад Абу Кари Парсының Киони шахтың тұсында өмір сүріп, Масул мен Әзірбайжан жеріне билік жүргізгені айтылады. Олар түріктермен де ұрыс жүргізіп жеңіске жетіп, қарсыластарын қатты қырғынға салып, содан кейін үшінші рет тағы да жорық жасағанын баяндаған. Кейін оның ұлдарының бірі Парсы еліне, бірі Соғды еліне, тағы бірі Мауренахр түріктерімен Римге басып кірді деп айтады. Бірінші ұл Самарқандқа дейінгі жерді бағындырып, шөлді кесіп өтіп Қытайға аттанады. Екінші ұлы да Қытайға кеткен алдыңғы топтың ізіне түсіп, олар жолда бірлесіп Қытайды қан қақсатып қырғынға ұшыратып көптеген олжаға ие боладымыз. Олар Қытайда, Тибетте кейбір химияр тайпаларын билікке қалдырып, жерде өмір сүреді. Үшінші ұл Константинопольге жетіп келіп, талқандап Рим халқын бостырып жіберіп, өз елдеріне қайтқан дейді. Алайда мұндай мәліметтер ақиқаттан алыс, еш негізсіз жалған ақпарат саналады. Бұл тарихи оқиғадан гөрі қиялға сүйенген хикаяларға көбірек ұқсайды. Тубалар тайпасы араб түбегінен аттап шықпаған. Олардың астанасы Имендегі Сана қаласы. Араб түбегі болса үш жағынан мұхитпен қоршалған, оңтүстігінде Үнді мұхиты, шығысында Үнді мұхитынан Басраға дейін созылған Парсы шығанағы, батысында Үнді мұхитынан Суишқа дейін созылған Қызыл теңіз орналасқан.
Ал енді имене шыққан қалың қол Мароккоға тек Суиш арқылы ғана баруы мүмкін. Қызыл теңіз бен жер орта теңіз арасындағы Суиш аралығы 2 күндік жер, бәлкім одан да аз уақыт болуы мүмкін. Жорыққа шыққан қолбасшы көп әскерін ертіп осы аралықты басып өтуі тиіс еді. Алайда бұл мүлде мүмкін емес жағдай. Себебі дәл өткелде амалықтар, Шамда канайлықтар, Мысырда қыбытилы халықтар мекендейді. Амалықтар ол кезде Мысырды иеленіп, Шамды, Бани Исраил жерлерін қол астына алған қуатты ел болатын. Туба халқының жоғарғыда аталған халықтармен соғыс жүргізгені жайлы мәліметтер мүлде жоқ. Бұған қоса Именнен Мароккоға жорыққа шыққан әскерге ұзақ жолға жететін көп мөлшерде азық-ауқат, әскерлерден бөлек әскердің көліктері мен жүк тасып жүруші жануарларға да жем-шөп, азық керек. Әдетте мұндай ұзақ жолға азық-түлік жете бермейді, қажетті бөлігін жолдан алу керек. Дәл мұндай көп әскердің өзгелердің территориясы арқылы өту барысында жол жөнекей кездескен елді мекендерге зиян тигізбей өтуі әсте мүмкін емес. Осы ерекшеліктерді ескерсек, жоғарыдағы баяндалған деректер ақымақтың әңгімесі, ойдан шығарылған хикая саналады. Ал тубалардың шығыс мемлекеттері мен түріктер өлкесіне баратын жолы Суиш жеріне қарағанда кең саналғанымен, бұл сапар Марокко сапарынан да ұзаққа, жолай Парсы мен Римге бағынышты жерлерді басып өтуіне тура келеді. Ал тубалардың римдіктер мен парсылардың бір бөлігін өздеріне бойсындырғаны жайлы мүлде деректер жоқ. Олар бар болғаны Ирак, Бахрейн және Хира аралығында Ифрат пен Дажла бойындағы 2 мемлекетке ортақ болған аймақтар үшін ғана қарулы жанжалдарға қатысқаны белгілі. Тубалардың Парсы елігін басып өтіп түріктер мен тибеттік халықтарға жорық жасауы әсте мүмкін емес. Себебі түріктер мекен еткен жерге жету үшін, жол бойындағы көптеген ұлттардың жерлерін басып өту үшін тіпті өте көп азық-түлік пен көлік керек. Сол себептен бұл ақпараттар ойдан шығарылған хикая саналады. Ясриб, Аус пен Хазражға тиісті деректерде Ибн Исхақ былай дейді: олар Ирак пен Парсының шығыс тарапына сапар шеккен, алайда түріктер мен Тибетке жорық жасауы жайлы ақпараты расталмаған. Сондықтан мұндай деректерге әсте сенбеу керек. Мұндай деректерді арнайы өлшемдер мен қағидаттар арқылы талдап көрсе ақиқаты белгілі болады. Алла бізді тура жолға бастасын. Әмин.